Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өтілетін сабақ WeChat'ты қалай скачать ету және оны қолдану. WeChat өте маңызды. Тікелей заводпен шығып сөйлескен кезде WeChat арқылы заводтың менеджерлерімен тікелей сөйлесіп арқай жұмыс жасауға болады. Ал есе кеттік, WeChat'ты қалай скачать етіп түсіреміз. Бірінші, егер де сіздің телефоныңыз Android болса, Play Store'дан аласыздар. Егер де iPhone болса, Apple Store'дан аласыздар. Жақсы, Play Store'ға алдымен бірінші кіреміз. Кіргеннен кейін жоғары жағына сіздер WeChat деп жазасыздар. Қарап отырсаңыздар, ағылшынша түрінде жазасыздар. WeChat. WeChat жазбағаннан кейін арқай іздейсіздер. Бізге WeChat шығарып береді және төмен жағында таныстырумен. Оны түсіресіздер сіздер ноутбуктың ішіне. Телефондарыңыздың ішіне түсіресіздер. Түсіп болғанда кәдімгі WhatsApp'ты түсірген сияқты, Telegram түсірген сияқты, Instagram түсірген сияқты. Бұда әлеуметтік жүйе. Қытайдағы әрбір азамат осы WeChat'ты қолданады. Қазір түсіп жатыр. Бізге WeChat түсіп болды. Арғай біз WeChat'ты ашамыз. Open'ді басасыздар. Ашқаннан кейін бұған рұқсат етесіздер. WeChat'тан фотоны қолдану және телефонмен сөйлесу арқылы. Қарап отырсаңыздар, WeChat'та жоғары жағында тіл деп тұр. Бұл жерден сіз өзіңіз кез келген орысша болсын, ағылшын болсын, осы тілдерді талдауға болады. Енді біріншісі ол бұрынғы аккаунтың бар болса, сол аккаунтпен кіруге болады. Екіншісі, әлі де аккаунт жоқ, ендігін аштырамын десеңіздер, sign up'ты басасыздар. Бұл жерге бірінші аты жөндеріңізді жазасыздар. Мысалға жазамыз. Рушқан. Және де фотоны телефоныңызға сақтаған кез келген фотоны аласыздар. Бұлай қоясыздар, өздеріңіз фотоны кішірейтіп. Болғаннан OK'ді басасыздар. Арғарай. Енді біздің телефон нөміріміз қай жерге жатады? Біздікі Қазақстан. Қазақстан. Іздейсіздер. Қазақстан. Қарабасаңыздар 7-ден басталған Қазақстан талдайсыздар. Арғай телефон нөмірлеріңізді кіргізесіздер. Енді парол сұрауға парол керек бұл жерде. Бұл жерге парол өзіңіз есте қалатындай болашақта қайтадан кірген кезде ұмытпастай ат қойсаңыз, өзіңіздің атыңызды қайтадан қойсаңыз да болады бұл жерде. Мысалға, Ұшқын деп қоясыз қайтадан. Ұшқын. Қайтадан Ұшқын деп жазасызда 1, 2, 3 деп. Өстіп жазуларыңызға да болады. Арғай кіресіздер. Бізге арғай осы WeChat'қа тіркеледі. Біраз күтіп жатыр міне. Осы WeChat'тың біз әріне қосыламыз дейміз. Келесі. Сіздер де осылай бірде-бір істеп отырасыздар. Аз күту керек. Аз күткеннен кейін бізге секрет тосты. Енді арғай басамыз, жалғастыра береміз. Біздің аккаунтты тексеруде. Күтеміз. Енді істейтініміз, осыны қазір фото шықсын, орнына апарып қоямыз. Мысалы, мына бөлік тез-тез апарып қоямыз. Болды. Өте дұрыс, арғай тағы да бізге іріктеу жасалады. Робот бұл жоқ, нағи адам.
Бізге телефонға әзір код келеді, телефон нөмір келеді, соны көреміз. A7155 тексеріп жатыр. Қазір өздері тексеру үстінде, біраз күту керек бұл жерде. Асықпай бір-бірін істейміз. Біраз күту керек. Және тегі кодты жазамыз. 7155. 50 секундтың ішінде тез-тезден жазып болуларыңыз тиіс. Аз күту керек бұл жерде. Басылды. Енді бүгілде WeChatқа сіз аккаунтыңызбен тіркелдіңіз. Рұқсат етіледі. Арғай. Қарап отырсаңыздар, осы сияқты WeChatқа кіріп, WeChatқа аккаунтына тіркелдіңіз. Енді арғай WeChatты қолданып жұмыс жасауға болады. Әрине арғай мен тағы да видео түсіретін болам, сіздерге жіберіп беремін. Жақсы, онда сау саламат болыңыздар. Шынайы Қытай курсы сіздерге